Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері? Бүгін сіздермен қатпарлы салат жасау тәсілімен бөлісетін боладым. Сонымен бізге керегі жылқы еті, сәбіз, қызылша, сыр, жұмыртқа, картошка, горох, майонез керек болады. Бәрін майдалап осылай турайтын боламыз бөлшектеп. Кесенің түбіне салып отырып, бірінші қатпарын етпенен осылай нығыздаймыз. Бұл орта кесе, енді өзіңіздің қалауыңызбен кеселерге салып беруіңізге болады. Үстін майонезі жағып отырамыз. Келесі қатпарға картошка, оны да нығыздап, бетіне майонез жағып, келесі қатпар өтеміз. Келесі горох салдым, оның да бетін майонездеп, одан кейін қатпарын сәбізді теркадан өткізіп салдым. Міне оны да нығыздап отырамыз. Оның үстіне де майонезімізді салатын боламыз. Келесі жұмыртқа сары ағымен қосып теркадан өткізіп, кішкене тұз сеуіп салатын боламыз. Үстіне майонез. Ең соңғы қабатқа қызылшаны салдым. Әрі береді, әрі дәмін керемет етеді. Міне осылай тәрелкені төңкереміз. Ортасына алып, жай ғана көтерсек, міне біздің салатымыз осылай дайын болды. Кішкене петрушкамен әрледім дастарханға қоюға. Осымен біздің салатымыз дайын. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар.